Қайырлы күн, мен Мұхамеджан Елдар Қайнаржанұлы, Жетісу облысы Ескелді аудандық орталық ауруханасының жалпы тәжірибе дәрігерімін. Мен өзім Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің түлегімін. Қазіргі таңда осы биылғы жылғы тамыз айынан бастап осы Ескелді ауданындағы Жетісу және Сырымбет дәрігерлік амбулаторияларында дәрігер қызметін атқарудамын. Саламатсыздар ма? Мен Тұрған Расиха Сапарқызы, Ескелді аудандық ауруханасының жалпы тәжірибелік дәрігерімін. Өзім жайлы айтар болсам, Санжар Жапарұлы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің түлегімін. Алматы қаласында 3 жыл жалпы тәжірибелік дәрігер ретінде жұмыс атқардым. Осы жылы Жетісу облысына жолдасым екеуміз жас мамандарды қолдау және дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмыс жасауға келдік. Жетісу облысы әкімдігі және денсаулық сақтау басқармасы тарапынан әрқайсымыз 10 миллион теңге көлемінде бір реттік көтермеақы алдық. Ол жас мамандар үшін және де біз секілді жас отбасы үшін үлкен қолдау деп білеміз. Алдағы уақытта Ескелді ауданының тұрғындарының денсаулығын нығайту үшін аянбай еңбек ететін боламыз. Осы жас мамандарға қолдау көрсетіп жатқан Жетісу облысы әкімдігіне, денсаулық сақтау басқармасына және де осы Ескелді аудандық орталық ауруханасының басшылығына өз алғысымызды білдіреміз. Және де келер жылы біздің басқа өңірдегі әріптестерімізді осы Жетісу облысына, аудандық, ауылдық өңірлерге жұмыс жасауға шақырамыз.